Сәлем оқырмандар. Каналға қош келдіңіздер. Арнаға тіркеліп лайк басып пікір қалдырып кетіңіздер. Бүгін болгар бұрышының пайдасы жайлы ақпарат беріледі. Болгар бұрышы қан тамырларын нығайтады, артық холестеринді жоғалтады. Ол с дәрумені бойынша көкөністер арасында. С дәрумені аскорбин қышқылы жасушаларды жасартады, капиллярларды нығайтады, тромбоздың ықтималдығын азайтады. Өнімдегі тәтті бұрыштың отаны Оңтүстік Америка. Бұл көкөністі Еуропаға Христофор Колумб әкелген. Ал біздің дүкендерге ол Болгариядан келді. Сондықтан оны болгар бұрышы деп атайды. Сонымен болгар бұрышының адам ағзасына қандай пайдасы бар? Осы сұрақтың жауабын іздеп көрейік. Оның құрамында көптеген пайдалы заттар бар. Дәрумендері: калий, натрий, кальций, мырыш, магний, фосфор, кремний, темір және йод. Бұл көкөністі с дәруменінің рекордтық мөлшері үшін аса бағалайды. 100 болгар бұрышында с дәруменінің 3 тәуліктік нормасы бар. Ол лимон мен қара қарақаттан да көп. Болгар бұрышын кімдер жеу керек? Болгар бұрышын тұтынуға қатысты қатаң шектеу жоқ. Ол Паркинсон сынды көптеген аурулардың алдын алады. Болгар бұрышын төмендегідей ерекшелігі бар адамдар жеу керек. Темекі тартатын адамдар. Себебі олардың ағзасы с дәруменін нашар сіңіреді. Қан тамырлар жүйесі аурулары бар адамдар. С және Р дәрумендерінің үйлесімі қан тамырларды бекітеді және олардың иілгіштігін арттырады. Қан қысымы жоғары және асқазан ішек жолы аурулары бар адамдар. Бұрыштың құрамындағы капсаицин асқазан жұмысын ынталандырады, артериялық қысымды төмендетеді, қанды сұйылтады және қан ұйығының түзілуіне қарсы тұрады. Жүрек ауруы бар адамдар. Болгар бұрышының құрамындағы ликопин жүрек бұлшықетін қатайтады. Болгар бұрышын кімдерге жеуге болмайды? Созылмалы ауруы бар адамдарға болгар бұрышын жеуге болмайды. Ойық жара, гас ауруы. Болгар бұрышын қалай таңдау керек? Болгар бұрышын таңдауға қатысты бірнеше кеңес ұсынамыз. Көкөніс ашық түсті және еш зақымсыз әрі ұстағанда қатты болуы керек. Дақтары бар бұрыштан бас тартыңыз. Нүктелер қараю мен ісіну көкөністің саңырауқұлақ жұқтырып алғандығын білдіреді. Егер қаптамада тұрған бұрыш алсаңыз, ішінің ылғал еместігіне көз жеткізіңіз. Себебі ылғалда тұрған көкөніс жылдам бұзылады. Көкөністің сабағы жасыл және иілгіш болуы керек. Құрғақ және қарайған сабақ оның бұзылғандығын көрсетеді. Болгар бұрыштарын тоңазытқышта сақтаңыз. Балғын, жаңа піскен көкөніс 1 аптаға дейін сақталады. Ол антиоксидантты қасиеттерге ие және иммунитетті нығайтады. Сондай-ақ ол қан тамырларының бітелуін болдырмайды, сол арқылы холестерин деңгейін төмендетеді. Сонымен қатар бұрыштың құрамында қанды сұйылтуға ықпал ететін және тромбтардың ұйыған қан пайда болуының алдын алатын пиразин де бар. Айта кетейік, ағзада тромбтардың түзілуінен инфаркт, миокард, бас ауруы сынды аурулар пайда болады. Пиразин негізінен көпшілігіміз кәдеге жарата бермейтін бұрыштың дәнінде болады. Болгар бұрышының дәні тек пиразинге ғана емес, калийге де бай. Бұрыштың құрамында С мен Р дәрумені де бар. Бұрышты пісірген кезде Р дәруменінің көп болуына байланысты секілді маңызды элемент жоғалмайды. Жалпы аскорбин қышқылы теріні ағартуға, күнгі күйді болдырмауға және коллаген өндіруге көмектеседі. Тағы да тыңдаңыздар. Құрметті оқырмандар, арнаға тіркеліп лайк басып пікір қалдырып кетіңіздер достар.